Міне бұзаулардың бәрін осылай тұсаулау керек болды енді, амал жоқ бұлардың кесірінен. Қазір неге екенін түсіндірем. Агро қожалығы міне біздің бұзауларды тұсаулатқызып қойды. Осы бұзауларды тұсаулағанның кесірінен малды аямайсыңдар, сиырларды тұсаулауға болмайды. Сиырлар жылқы қылып жібердім ба деген сөздерді еститін болдым. Бірақ амал жоқ басқа. Міне мынандай қылып тұсаулап тастадым. Бұны мен неге екенін кешегі видеода түсіндірдім. Сол қазір қысқаша түсіндіріп кетейін. Олар, бұзауларды қамап алды. Себебі бұзаулар, біздің бұзаулар кетіп қалды ар жаққа қарай. Егін ауылға жап-жақын. 1,5 километр, 1 километр болады арасы. Бір жерлер даже 200 метр міне. 270 метр қараңдар. Олар негізі заңсыз жерде еккен. Себебі егін ауылға көп жақындатуға болмайды. 2 километр дейді, 5 километр дейді кейбіреулер. Білмеймін, негізі 2 километр мен білуімше. Олар 300 метрге дейін жақындатып қойды. Қамап алды, жібермеді. Сиырлар мөңіреп тұрды бақып. Бір күн, бір түн. Бір тәулік в общем айтқанда. Сиырлар енді уайымдайды ғой бұзауларын. Бұларға бәрібір қамап қойып жібермеді. Сосын еще бізге штраф төледі, сосын барып шығарды ғой. Білмеймін қандай заң, кім виноват бұл жерде. Бірақ бұлар заңды точно бұзды. Әрине, бұрында да бұзауларды тұсаулап тастауға болады еді, бірақ аяйсың ғой енді бұзауларды. Бұзау мал деп кішкентай ғой. Ана кәдімгідей қиналып кетіп бара жатады тұсаумен. Әні қараңыздар. Қандай аянышты бұзау. Былай шыққанда шауып, мәз болып, былай да былай шауып жүретін еді. Ар жақ егін болды. Арғай шықса егінге түсіп кетеді, біз қайттан штраф салғызады. Не істейміз?